Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, эфирде ақпараттық қорытынды жаңалықтар бағдарламасы. Алдымен аңдатпаға назар салайық. 2018 жылға арналған қала бюджеті белгілі болды. Рухани жаңғыру, сапалы ұрпақ тірегі. Жаңа жылдық мерекелер бастау алды. Осы және өзге де ақпараттар жөнінде енді толығырақ. Ағымдағы апта ішінде жүзеге асқан қоғамдық кеңестің отырысында келесі жылға арналған қала бюджеті бойынша ақпарат тыңдалды. Ауылдық бюджеттердің жобалары мен Бестөбе кентін егжей-тегжейлі жоспарлау жөнінде мағлұматтар жиын жалғасында қаралып, күн тәртібіндегі мәселелер мәслихат сессиясының жұмысына жолданды. Қалалық қоғамдық кеңес төрағасы Болат Сағадиевтің жетекшілігімен өткізген отырыстың күн тәртібіндегі басты сауал 2018 жылға арналған қала бюджеті болды. Бұл жөнінде ақпар берген экономика және қаржы бөлімінің жетекшісі Шолпан Төлегенова, кірістер және шығындар сомасы 4 миллиард 952 миллион 133 мыңды құрайтынын мәлімдеуде. 2019-2020 жылдарға арналған бюджет қаражаттары 5 миллиард теңгеге жуық болады деп күтілуде. Сөз жалғасында баяндамашы әрбір функционалдық топтар бойынша бөлінетін бюджет сомалар жөнінде кеңінен ақпар беріп, білім беру саласында 3 миллиард теңгеден астам, әлеуметтік қорғау мен қамсыздандыруға 243 миллион теңгеге жуық және тұрғын үй шаруашылық бөлімі бойынша бюджет қаражаты 160 миллионнан жоғарыны құрайтын алға тартты. Государственные услуги общего характера. Расходы по данной функциональной группе запланированы в сумме 286 миллионов 279 тысяч тенге, в том числе по администраторам бюджетных программ. Негізгі ақпарат тыңдалған соң қоғамдық кеңес мүшелері тарапынан бірқатар сауалдар жолданып, оған түсініктемелер мен ақпараттар берілді. Сонымен бірге Шолпан Төлегенова Бестөбе, Шаңтөбе, Ақсу және Заводской кенттерінің бюджет жобаларын көпшілік назарына ұсынды. Бұл тұрғыдағы ақпараттар алынған соң мәселе мәслихат сессиясының қарауына жіберілді. Кеңес отырысы жалғасы Степногорск аумағын дамыту бағдарламасы мен Бестөбе кентін егжей-тегжейлі жоспарлау туралы мәліметтерге ұласты. Бұл жөнінде ақпар таратқан жауапты жүйе басшылары осы орайда атқарылған іс-шаралармен таныстырды. Жиын барысында ұсынылған мәліметтерге сай, Степногорск қаласын дамыту бағдарламасында августан кәсіпорны ендігі кезекте Астананы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ретінде көрсетілмек. Мұнымен қоса, аталмыш бағдарламаға жаңа 2 жоба енгізілген. Атап айтар болсақ, биылғы жылы индустрияландыру күні қарсаңында жалпы ұлттық телекөпір арқылы ашылған Қазақ-Алтын технология кәсіпорнының техногенді минералды түзілімдерді қайта өңдейтін Ақсу фабрикасы мен алдағы уақытта қолданысқа берілетін Бестөбе фабрикасы. Ал қала құрылысы және сәулет бөлімінің жетекшісі Зухра Картбаева Бестөбе кентін дамытудың бас жоспарын көпшілікке таныстырды. Елді мекен жанынан бой көтеретін айтулы жобаны Алматы қаласының Орбасел кәсіпорны іске асырмақ. Осылай деп мәлімдеген жауапты жүйе басшысы, жобаны жүзеге асыруда қаражат облыстық бюджет есебінен қарастырылғандығында алға тартты. 24-ші сессия жұмысында бас қосқан жергілікті мәслихат депутаттары 2018 жылға арналған қала бюджетін бекітіп, бірқатар шешімдерге өзгерістер енгізді. Келер жылы атқарылатын іс-шаралар барысын ортаға салған халық қалаулылары күн тәртібінде ұсынылған сауалдарды бірауыздан мақұлдады. Жергілікті мәслихат депутаты Наталья Морозованың жетекшілігімен өткізген сессия жұмысының негізгі тақырыбы 2018-2020 жылдарға арналған қала бюджеті болды. Бұл тұрғыда ақпар берген экономика және қаржы бөлімінің жетекшісі Шолпан Төлегенова алдағы жылдың жоспарларымен бөлісті. Әрбір бөлімде мен функционалдық топтар бойынша егжей-тегжейлі ақпар беріп, бөлінетін бюджет сомаларын нақтылады. Сонымен бірге өңірімізге қарасты ауылдық бюджеттердің қаражаттар жөнінде айтып өткен жауапты жүйе басшысы кірістер мен шығыстар сомасын Ақсу кентінде 20 миллион 772 мың теңге, Бестөбеде 27 миллион 779 мың, Заводской кентінде 17 миллионнан астам және Шаңтөбеде 25 миллион 37 мың көлемінде бекітуді ұсынды. Бұл тұрғыда сауал жан-жақты қаралған соң мәслихат депутаттары жобаны бірауыздан бекітті. Сессия жұмысында денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік сала мамандарына берілетін көмектер жөніндегі жобада қолдауға ие болды. Сонымен бірге мәслихаттың бірқатар шешімдеріне өзгерістер енгізіліп, оның жалғасында мәлім болғандай, халық қалаулылары келесі сессияда жергілікті полиция қызметінің атқарған жұмыстар бойынша есебін тыңдайды. Бұл тұрғыда алдағы жиын номері 11-ші сайлау округінің депутаты Алексей Гетмановтың төрағалығымен жүзеге аспақ. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттырып, электрондық қызметтерді кеңінен насихаттау мақсатында арнайы жәрмеңке ұйымдастырылды. Қалалық әкімдік тарапынан атқарылған айтулы іс-шараны тұрғындарымыз жақсы қабылдап, қажетті ақпараттарға ие болды.
Желтоқсан айының 21 жұлдызында жергілікті әкімдік тарапынан арнайы мемлекеттік қызмет жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Онда қызмет алушыларға ең қажетті еңбек түрлері ұсынылды. Атап айтар болсақ, жер қатынастары, сәулет, білім беру, әлеуметтік қорғау, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және өзге де мемлекеттік қызмет өкілдері кеңестік жұмыстар атқарды. Барша келушілерге жәрмеңке жалғасында ең қажетті қызмет түрлері бойынша кеңестік әдістемелік көмектер берілді. Ал білікті мамандар өз тәжірибелерімен бөлісіп, бірқатар мағлұматтарын ортаға салды. Соның ішінде 28 мемлекеттік қызметтер бойынша ақпараттар берілсе, 10 қатысушы электронды үкіметтік қолданудың дәрістерін алды. Осы тұрғыда айта кеткен жөн, айтулы шараны ұйымдастырушылардың ақпаратына сай жәрмеңке келушілердің көңілінен шықса керек. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру аясында қолға алған іс-шаралар барысы жалғасын табуда. Солардың бірі номер 9 орта мектебінде ұйымдастырған Халықтар Ассамблеясының бір шаңырақ аясында атты фестивалі. Халықтар достығын кеңінен насихаттап, жасөспірімдердің белсенділіктерін арттыруға негізделген мәдени шара тәуелсіздік мерекесін тойлау төңірегінде өткізілді. Мектеп ұжымы тарапынан ұйымдастырылған фестиваль 2 күнге созылып, алғашқы күні бастауыш сынып оқушылары, ал келесі күні 5 және 6 сыныптың тәлім алушылары бағын сынады. Фестиваль шартына сәйкес қатысушылар елімізде тату-тәтті өмір сүретін түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің әдет-ғұрыптарын көпшілік назарына ұсынды. Байқау жалғасында қазақ, түрік, орыс, өзбек, татар және қытай халықтарын 3 және 4 сынып алушылары көрсетті. Әрбір ұлттың өзіндік ерекшеліктерін таныстырып, көпшілікке жеткізе білген қатысушылар көрермен қауымға керемет көңіл-күй сыйлады. Әрбір ұлтты таныстырып, салт дәстүр мен шығармашылық өнерлерін паш еткен тәлім алушыларды арнайы Әділқазы алқасы бағалады. Оның қорытындысына сәйкес 3 сыныптар арасында жеңіс барлық ұлт өкілдеріне берілсе, 4 сыныптар арасында жақсы өнер көрсетіп, жоғары ұпай жинаған өзбек халқы жеңімпаз атанды. Ал 2-ші орын татарларға бұйырса, 3-ші орынды орыс ұлтының өкілдері қанағат тұтты. Фестиваль соңында барлық жүлдегерлер мен қатысушылар арнайы дипломдар және тәттілермен қошеметтелді. Бүгін мектебімізде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында үлкен іс-шара өтті. Тәуелсіздігімізге арналған Халықтар Ассамблеясының оқушылар арасындағы іс-шарасы өтті. Бүгін біздің оқушыларымыз осы Қазақстанда жасайтын халықтардың салт дәстүрлерін көрсетіп, осы халықтың ауызбірлігін және тұтастығын насихаттады. Ата-аналар қатысты. Іс-шара жалпы өте жақсы өтті. Мектепаралық оқу өндірістік комбинаты мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын жүзеге асыру төңірегінде жаңа жылдық ерекше жәрмеңкесін өткізді. Қайырымдылыққа негізделген кең ауқымды шараға білім беру саласының өкілдері мен комбинаттың әлеуметтік серіктестері арнайы шақырылған. Тақырып аясы келесі бейнематериалда кеңінен тарқатылады. Мүмкіндігі шектеулі балалар мен аз қамтылған отбасылардың кішкентайларына қолдау көрсетуге негізделген қайырымдылық жәрмеңкесі осымен 2-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі игі шараға шақыртылған меймандарды қыс мезгілінің басты кейіпкерлері Аяз ата мен Қаршағыз құшақ жая қарсы алды. Келушілердің назарына қол өнерден жасалған бұйымдар ұсынылып, одан жиналған қаражат аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мерекелік кешке жұмсалмақ. Традиционно второй год подряд мы проводим благотворительную ярмарку, распродажу изделий, которые ребята делают своими руками. Дәстүрге сай 2 жыл қатарымен біз балалардың жасаған бұйымдармен жәрмеңке ұйымдастырудамыз. Одан түскен қаржылар ерекше күтімді қажет ететін балалардың сыйлықтарына жұмсалады. Биыл біз Балапан қоғамдық бірлестігінің тәрбиеленушілерімен аз қамтылған отбасылардың балаларын қошеметтейтін боламыз, деді Светлана Кубрина. Сонымен бірге директордың ақпаратына сай, бұл игі істер өткен жылы бастауын алса, биылғы жылы мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында ұйымдастырып отырғандығын мәлімдеуде. Сонымен бірге түскен қаражаттар есебінен қаламыздың 65 бүлдіршіндері арнайы сыйлықтарға ие болса керек. Мектепаралық оқу өндірістік комбинаты жүзеге асыратын аталмыш игі істерде мекеменің тәрбиеленушілері өз көмектерін көрсеткен. Жәрмеңкеге қойылған бұйымдардың барлығын мектеп оқушылары өз қолдарымен жасаған. Біздің бүгінгі шараларымыз рухани жаңғыру бағдарламасына арналған. Біздің елбасымыз алдына қойған мақсатты орындай алған және жан-жақты дамыған жеке тұлға деп те айтсақ болады. Менің ойымша бүгінгі біздің жақсылық жасатты жәрмеңкеміз
болашақ ұрпақты жақсылық жасауға және де маңызды қасиетті тәрбиелеуге арналған. Біздер кішкентай балаларға арнап раскраска істедік және осы жәрмеңкеге соларды қойдық. Бүгінгі біздің іс-шарамыздан жиналатын ақшалардың барлығы мүгедек балаларға және де аз қамтылған балаларға сыйлық алуға жұмсалады. Мейірімділік пен ізгілікке бастайтын аталмыш шаралардың балалар мен жастарымыздың қалыптасуына орасан мол септігін берері сөзсіз. Осы орайда ұйымдастырушылардың ақпаратына сай, бұл игі дәстүр келер жылдарда жалғасын табуы мүмкін. Судя по отзывам, которые были в прошлом году, Өткен жылы атқарылған іс-шаралардың қорытындысы бойынша түскен пікірлерді ескере отырып, биыл да балалардың қатысуымен ұйымдастыруды жөн санадық. Менің ойымша, бұл шаралар алдағы уақытта жыл сайынғы дәстүрге айналмақ. Себебі біздің балаларымызбен бірге олардың ата-аналары да осы шараны жүзеге асыруда көп көмегін берді. у нас, оказывается, очень творческие родители. Они передавали через детей свои плетеные корзиночки и так далее, для того, чтобы могли выручить как можно больше денег, для того, чтобы купить больше подарков. Қаламызда жаңа жылдық шыршаның алауы жағылды. Бұл айтулы мерекеге келген балаларды шаһар басшысы құттықтады. Сонымен бірге кішкентай тұрғындарымызға арнап, ойын-сауықтық бағдарлама ұйымдастырып, жаңа жылдық іс-шаралардың науқаны басталды. Ол жөнінде әзірлеген арнайы бейнематериалды назарларыңызға жаңалықтар топтамасына ұсынатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Таңғажайып мереке жаңа жыл қарсаңында қала әкімдігі мен демеушілердің құттықтауларын мүмкіндігі шектеулі балалар қабылдады. Арнайы әлеуметтік көмек беру бөлімшесіне барған шаһар басшысы Әнуар Күмпекеев кішкентай тұрғындарымызға ізгі тілектерін білдіріп, естелік сыйлықтарын да табыстады. Барша балалар мен үлкендер ерекше күтетін жаңа жыл мерекесі жақындап келеді. Бұл айтулы күнге орай ұйымдастыратын мәдени шаралары басталып, бүгінде солардың біріне қала әкімі Әнуар Күмпекеев арнайы барды. Жылы лебіздерін білдіріп, құттықтау сөздерін жеткізді. Решили мы в этом году всех наших детей и молодежь посетить и поздравить. Что вам пожелать? Я хочу вам пожелать самое главное здоровья. Оставайтесь такими же жизнерадостными, вот как у вас глазки горят, что всю жизнь вот так же горели. Чтобы следующий год нам принес еще большего успеха, удачи всем нам и самое главное семейного благополучия. С Новым годом! Бұл күн балқайларға керемет көңіл күй сыйлап, әсем әнде жаңа жылдық өлең жолдарда барша көрермен қауым мен бөлімшенің тәрбиеленушілеріне арналды. Сонымен бірге кішкентай тұрғындарымызды арнайы құттықтап келген Қазақ алтын целин гарма және Степногор су арнасы мекемелерінің өкілдері сыйлықтарын табыстап, балалардың қуанышын еселей түсті. Жаңа жылдық құттықтауларға бүгінгі бейбіт өмірді сыйлаған Ұлы Отан соғысының ардагерлері ие болды. Осы тұрғыда ағымдағы апта ішінде қалалық Нұр Отан партиясының өкілдері әлеуметтік бағдарламалар бөлімі және ардагерлер кеңесімен бірігіп, қазыналы қарияларымызға ерекше құрметін көрсетті. Әрбір мереке сайын Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне көрсетілетін құрмет пен ізет ғажайып мейрам қарсаңда да жалғасын тапты. Бұл жолы қалалық ардагерлер кеңесі екі бірдей қазыналы қарияларымыздың үйіне барды. Ең алғашқы болып майдангер Иван Бабинді құттықтаған меймандар өздерімен бірге ала келген сый-сияпаттарын табыстады. Искренне хотим сегодня вас поздравить с прошедшим Днем независимости. Государственным праздником прошел. Наступающим Новым годом. Сегодня для нас тоже очень радостный день. Снова вас видеть, снова с вами встречаться и знать, что вы находитесь в прекрасном здравии. Сонымен бірге Ұлы Отан соғысының ардагері Николай Кузнецов те сол күні назарда болып, ерекше қошеметке бөленді. Нұр Отан партиясының әлеуметтік бағдарламалар бөлімі және ардагерлер кеңесінің өкілдері қазыналы қариямызға ерекше көңілдерін көрсетті. Жергілікті басшылық тараптан жасалған мұндай құрметке ардагерлеріміз ризашылығын білдіріп, ізгі тілектерін жеткізді. Арнамызға жеткен жаңалықтар легі осымен тәмам. Апта ішінде тойланған энергетика саласының мамандарын төл мерекелерінен құттықтап, бүгінгі бағдарламаны қорытындылаймыз. Келесі аптада эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлының мақаласын, болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын ұстаздар қауымы өте қуанышпен қарсы алудамыз. Мұндағы көрсетілген 6 бағыт бойынша да біз ұстаздар қауымы бүгінде еңбек етіп келеміз деп айта аламын. Степногорск қаласы білім бөлімі тарапынан мәңгілік ел әлеуметтік жобасы жүзеге асып отыр. Сол негізде біз сол жобада жұмыс істеп отырмыз. Осы негізде әр ұстаз елбасының алға қойған мақсат міндеттерін жүзеге асырып, біз сол негізде оқушылармен түрлі мақалалар жазып, түрлі шығармаларға қатысып, Нұр Отан орталығы, Нұр Отан ұйымдастырып отырған туған жер бағдарламасы негізінде шығарма жаздық. Осы шығармаға балалар белсенділік танытып, қуанышпен қарсы алып, өз ойларын жазып отыр. Біз де ойлаймыз, елбасының жаңағы болашаққа бағдар рухани жаңғырудағы 6 басымдылық қағиданы ұстаздар қауымы әр оқушының бойына сіңіруге тырысамыз деп ойлаймыз. Әр оқушы бізде тек қана ұлтжанды болып қана қоймай, елге деген сүйіспеншілігін өзінің ісі арқылы жүзеге асырады деген. Сондағы біздің айтқымыз келгені прагматизм. Бұл қазақ халқында ежелден де келе жатыр. Онда даңғойлық болмау керек, жаңағы ысырапшылық болмау керек. Бүгінгі күнге лайықты әр нәрсені өз орнымен қойып, өзінің орындауымен жүзеге асыруымыз керек деп ойлаймын. Сосын бізге ең қажеттісі білім. Біз білімді оқушыларға өз деңгейінде беріп жатырмыз. Біздің беріп жатқан білімдерімізді оқушы өмірде ұтымды пайдаланып жатыр. Осы негізде де біз ұстаздар қауымы бәсекеге қабілетті, білімді, нағыз ұлтжанды, патриотты ұл мен қызды тәрбиелеп отырмыз деп айтамын. Енді өз сөзімді қорытындылай келетін болсақ, елбасының әр ісін ұстаздар қауымы қуанышпен қарсы аламыз. Оны тек қана сөзбен ғана емес, ұстаздар өзінің ісімен шәкірт бойына дарытып, сол арқылы биік шыңдардан көрініп отырмыз деп айта аламын. Егер сіз жұмыскер немесе өзіңізді жұмыспен қамтыған адам болсаңыз, онда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына сіз үшін әлеуметтік аударымдар аударылуы тиіс. Әлеуметтік аударымдардың мөлшері есептелетін табыстан 5%. Жұмыс беруші үшін бұл жұмыскерге орындаған жұмысы үшін беретін ақша. Өзіңізді жұмыспен қамтыған адам үшін бұл оның алатын табысы. Әлеуметтік аударымдардың ең төменгі мөлшері бір төменгі жалақыдан 5%. Ең жоғарғы мөлшері 10 төменгі жалақыдан 5%. Әлеуметтік аударымдар есепті айдан кейінгі айдың 25-ші күнінен кешіктірілмей төленеді. Бірнеше ай үшін бір сома төлегенде әлеуметтік аударымдар әр айға жеке бөлінуі керек. Өзіңіздің жұмыс берушіңізден әлеуметтік аударымдардың дұрыс және уақытында төленуін тексеріңіз. Әлеуметтік аударымдар бұл әлеуметтік төлемдер алуға кепілдік. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры сізге деген қамқорлықпен. Қазақстанда мемлекет барлық тұрғындар үшін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін ұсынады. Заманауи сапалы медицина тиісті қаржыландыруды талап етеді. Көптеген елдерде аталмыш мәселені әлеуметтік сақтандыру шешеді. Мемлекет медицина саласына үлкен қаржы бөледі. Алайда оның қарыштап дамуы үшін бизнес және әр азамат атсалысуы қажет. Медициналық қызметтердің сапасы мен ауқымы әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударылған қаржы көлеміне байланысты. Аударылған қаражатты тиімді және айқын басқару үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры құрылды. Қордың қызметі қандай болмақ? Мемлекет бюджеттен халықтың әлеуметтік қорғалмаған санаты үшін сақтандыру жарнасын төлейді. Жұмыс беруші еңбекақы төлеу қорынан әр жұмысшысына аударымдар жасайды. Жұмысшылардың өздері, сондай-ақ жеке кәсіпкерлер мен өзге де өзін-өзі жұмыспен қамтушы тұлғалар өздері көрсеткен кірістен жарна төлейді. Жиналған қаражат мәмс жүйесіндегі барлық сақтандырылған тұлғалардың медициналық қызметтерін төлеуге жұмсалады. Сақтандыру медицинасы ең алдымен медициналық қызмет сапасын арттыруды, екіншіден азаматтардың өз денсаулығына деген жауапкершілігін сезінуін көздейді. Қорға жеке адамдармен бірге жұмыс берушілердің де аударымдар жасауы, олардың жұмысшыларына деген жауапкершілігін арттырмақ. Бағдарлама мемлекеттік қана емес, сонымен қатар жеке медициналық мекемелер де қатыса алады. Қор төлемді қызмет көрсетілгеннен кейін жасайды. Бізге не береді? Біріншіден, қызметтердің қолжетімділігі. Сақтандырылған тұлға мәмс бағдарламасына қатысушы кез келген емханаға бара алады. Екіншіден, медицина нарығы бәсекесі артып, емханалар емделушілер үшін тартысқа түспек.
Қор тапсырыс беруші әрі төлеуші ретінде қызмет сапасын бақылайды. Егер аталған қызметтер сапасы қазіргі халықаралық стандарттар мен біздің мемлекеттік хаттамаларымызбен белгіленген талаптарға сай келмеген жағдайда медицина мекемелері ақшадан ұтылатын болады. Ең бастаса, халық емделуге жұмсалатын қыруар шығыннан арылады. Тек уақытылы жарна мен аударымдар жасаса болғаны. Я абсолютно уверен, что через 3-4 года... Айқын нәтижеге 3-4 жылдан кейін қол жеткізетінімізге кәміл сенем. Бұдан да қол жетімді жүйе болады. Қай жерде тұрса да, мейлі ауылдық елді мекен, не шағын қалада болмасын, әр азаматтың шын мәніндегі жоғары мамандандырылған медициналық қызмет алуға толық мүмкіндігі болмақ. Иметь возможность получения настоящей высокоспециализированной медицинской помощи. Медициналық сақтандыру бағдарламасын енгізу күрделі міндет болғандықтан аз уақытта шешу мүмкін емес. Алайда бұл отандық медицинаның қарыштап әлемдік деңгейден көрінуінің басты шарты. Мемлекеттің бюджеттік саясатын әзірлеу кезінде қоғамның дамуы үшін бүкіл халықтың тиімді және орнықты мүдделері мен қажеттіліктерін ескеру қажет. Бюджеттегі ең маңыздысы ақшаны әділ бөлу және гендерлік бюджет арқылы бұл мүмкіндікті қамтамасыз ету. Гендерлік әдістердің арқасында бюджеттік қаражат әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан тиімдірек бөлінеді. Гендерлік бюджет бұл әйелдер үшін бөлек бюджет емес. Ерлер мен әйелдердің арасында ақшаны тең бөлу емес. Ол әрбір халық санының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін бюджет қаражатын бөлу құралы. Гендерлік бюджет әлеуметтік жүктелуі бойынша негізгі әлеуметтік демографиялық топтарына бөлуді болжайды. Ер азаматтар, жұмыс істейтін әйелдер, зейнеткерлер, балалар, жастар, жұмыссыздар, мүгедектер, қала және ауыл халқы. Бюджетті қалыптастыру кезіндегі топтар бойынша градациясы гендерлік бюджетті толығымен негізделуіне мүмкіндік береді. Яғни жынысы, жасы, мәртебесі, тұрғылықты орнын ескере отырып, шығындарды бөлуге мүмкіндік береді. Гендерлік бюджеттің мақсаты көп халық санаттарын қамту. Өйткені әртүрлі әлеуметтік топтарда әртүрлі қажеттіліктер бар. Сол себепті шектеулі ресурстар арасында кім көбірек қолдауды қажет ететін мәселелерді гендерлік бюджет шешеді. Гендерлік бюджетті енгізудің негізгі уәждемесі ақшаны тиімді және мақсатты пайдалану, ерлер мен әйелдер арасындағы теңдікке жәрдемдесу және олардың үлестіруі мен айқындығын дәлелдейтін ақшаны соңғы алушының түсінуі. Өткен жылы игерілген сомалар шегінде негізгі тапсырмаларды орындау үшін негізгі өтініштер құрылса, гендерлік бюджет халықтың түрлі категориялары үшін бөлінген қаражаттың тиімділігіне негізделген. Гендерлік бюджеттеу принциптерін енгізген әр мемлекетте гендерлік бюджеттеудің өз әдістемелері бар. Барлық елдерде қолданылуы мүмкін жалпы әдістеме жоқ. Біріккен ұлттар ұйымының капитал дамыту қорының сарапшылары әзірлеген ұсыныс ретінде модель ұсынуға болады. Орта мерзімді шығыстар жоспары жасалатын және жылдық бюджеттің баптары жоспарланатын әлеуметтік экономикалық және экологиялық аспектілерде ерлер мен әйелдердің өмірін талдауын қарастырады. Гендерлік аспектіні есепке алу, жоспарлау кезінде бюджеттік саясат кез келген мемлекеттің тиімділігін арттырады. Бюджеттік шығыстардың іс жүзінде кез келген әлеуметтік қажеттіліктерге жауап бере отырып, ерлер мен әйелдер теңдігін қамтамасыз ету міндеттеріне жауап береді. Сол себепті Канада, Австралия, Швеция, Франция, Норвегия және Испания секілді дамыған әлемдік елдерде тек мемлекеттік деңгейде ғана емес, жеке мекемеде де жүзеге асыруға болатын гендерлік бюджеттің әртүрлі бастамалары жүзеге асырылуда. Біздің елде гендерлік бюджетті енгізуі әлі басталған жоқ. Бірақ Қазақстанның әлемнің 30 дамыған елдеріне жедел кіруі үшін сарапшылардың пікірінше бұл экономикалық инновацияны енгізуге барлық алғышарттар бар. Ол үшін саяси ерік, гендерлік бюджетті енгізуді ынталандыруды және заңнама саласында мұқият дайындық жұмыстары, соның ішінде гендерлік талдау және оқытуы керек.